Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді, қытырлатып тұрып жейтін қуырма тұшпара дайындаймыз. Қамырға мен 400 грамдай ұн алдым. Соның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды саламын. Сары майдың орнына маргарин немесе сұйық май, қолдың майын салсаңыз да болады. Ол қамырды қатты тастай қылып жібермейді. Және тұз, сосын бір жұмыртқаны жарып, жылы суда қамыр илеймін. Қамырды қатты жұмсақ қып емес, орташа қып илейміз. Кәдімгі бешбармақ немесе мантының қамыры секілді. Мінекей осындай қамырымыз жұп-жұмсақ болып тұрады. Енді осыны пакетке салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Тұшпараның ішіне әркім ұнағанын салады, кейбірлер асылған картоп салады, кейбірлер ет салады. Мен қуырылған фарш саламын. Оған 2 орташа жуаны майдалап турап аламыз. Қазанға кішкене май құйып, бірінші жуамызды қуырып аламыз. Кішкене қуырылғаннан кейін үстіне фарш саламыз, тұздаймыз, бұрыш қосамыз, сосын жақсылап қуырып аламыз. Оған дейін мен қамырымды бір қайтарып алдым. Енді 2 бөлікке бөліп аламын. Өзіңіз қалауыңызға қарай, егер үстеліңіз үлкен болса, онда бөлмесеңіз де болады. Енді әр қайсысын жіңішкелетіп жайып аламыз. Мінекей осындай болу қажет, қатты жіңішке қылмаңыз. Енді осыны жубамен 3 см қылып бөліп аламыз. Енді бастарын бірдей қылып жинап алып, квадратик қылып бөлеміз. Енді осыған піскен фаршты салып түйеміз. Орташа қызып тұрған майда қызарғанша араластырып тұрып қуырып аламыз. Мінекей қуырма тұшпарларымыз дайын болды. Дәмі деген тіл үйретіндей дәмді және өте қытырлақ болып шығады. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.